барлығыңызға бүгін мынандай үйге киюге арналған балетке тоқып үйренетін боламыз. Мен бір сыңарын тоқып қойдым сары түстен. Енді сіздермен бірге екінші сыңарды тоқитын боламын. Бізге қажетті заттар: крючок, қайшы, табан, стилки, сосын жаңа Alize Lanago, Alize Diva плюс ЖБ керек. Бұл жіптің құрамы 100% микрофибра акрилдан тұрады. Міне, микрофибра акрил. Егер де басқа бұндай жіпті таба алмайтын болсаңыздар, 100% акрил жіппен тоқу керек. Созылып, жаңа формасын ұстамай кетеді басқа жіптер. Немесе қалың болып, жаңа созылмалы болып, размерінен үлкен болып шығады. Қазіргі мына табанымыз арнайы жасалған табан. Мындай этикеткасы бар. 39-40 размерді табан. Асты екі кожамен, мындай кожа заменителмен жабыстырылған. Осындай стилкіге тоқитын боламыз. Қажетті құралдарымызды алып болсақ, тоқуды бастаймыз. Ең бірінші мына табанын тоқып аламыз. Міне табанына қазір ілмектер алатын боламыз. Сол арқылы жоғары қарай көтерілеміз. Мінекей, осындай алып тоқимыз қазір. Бірінші мына табанын өзімізге қаратып ұстаймыз. Ілмегім менің 2,5 мм. Ой, крючогым. Мына ең басында тұрған, мына арт аяқ жағынан қараймыз. Мына өкше жағындағы, ортасындағы тесік болады, өздерінің арнайы тесілген. Сол тесіктен бастаймыз. Мына петляны жасау үшін жұмыс жібін іліп алып, бірінші қазір түйіндеп аламыз. Жұмыс жібін іліп алып, мына жерін түйшіктеп байлап қоямыз. Шешіліп кетпеу үшін және мықты тұру үшін енді. Былай етіп. Сосын жаңағы түйіндеген жерімізді кішкене былай іш жаққа қарай жылжытып қоямыз. Енді бірінші петляны алу үшін кәдімгідей петляны ала береміз. Айта кетейін, жоғарғы жақтарына, 4-еуіне 4 петлядан аламыз да, қалғанның барлығына 3 петлямен өтеміз. Сосын жоғарысына келген кезде, ең жоғарысына тоже самый, 2-еуіне 4-еу, сосын ортасындағына 5 петля алатын боламыз. Қалғанның барлығы 3 петлямен тоқып шығамыз. Яғни мына 4-еуіне, самый центрында тұрған 4-еуіне 4 петлядан, қалғанның барлығына 3 петлядан. Бірінші петля, бірінші, екінші столбик, 2, 3 деп алып кетемін. Қазір қосқан кезде 4-шісін осы жерге жалғайтын боламын, қайтып келген кезде. Міне, келесіне тағы 4-еу, кейінгілерінің барлығына 3-тен 2-еу, 3-еу, 4-еу. Міне 1, 2, 3-е. Енді мына петляға айналып келген кезде 4 столбик жасаймыз да. Сосын мынада мен біреуін тоқымай кеттім. Қазір соны тоқып, ең соңында мынаумен біріктіретін боламыз. Келесі 3-еу. 1-еу, 2-еу, 3-еу.
Біреу, екеу, үшеу. Біреу. Асықпай тоқимыз, қыздар. Асыққанда шықпай қалады, дұрыстап, асықпай әдемі затымыздың әдемі болу үшін асықпай тоқу керек. Егерде бір жерін дұрыс жасамай қалып жатсаңыздар, сөгітіп жіберіп қайта тоқу керек. Мынаның барлығын үшеу, сосын төбе жағына келгенде мына бесеу және екі шетіндегі қасындағы екеуі 4 столбик аламыз, төрт петля қылып мына басына шыққанда өз көрініп тұратын бізге петляны образовать еткізіп алуымыз керек. Мына жерге бесеу, мына екеуіне 4-еу, қалған барлығы 3 столбиктан өзіміз аяғына дейін тоқып шығайық. Кездесеміз аяқ жағында. Қыздар, мен міне соңына келдім. Жаңаға бір столбикті қосып, мына соңғы тұрған петлямен соединительный столбикпен қосып тіркеп алдым, соңын екеуінің соңын басына қостым. Енді біз келесі қатарды тоқимыз. Келесі қатарды тоқығанда рельефный столбиктермен тоқитын боламыз. Рельефный, яғни арт жағынан задний стенкасынан алатын боламыз. Яғни мына тұрған екі петляның арасындағы тұрған жіп бар ғой, міне. Осыдан аламыз, задний стенкасынан аламыз, бірақ мына крючогымызды мына петляның артынан кіргізіп, ортасында тұрған жіптен ортасынан алып, екінші петлянан бұлай кіргізіп алып, жіпті тартып, столбик без накида тоқимыз. Міне. Бұлай артқы стенкасынан қайтадан арт жағына шығарып алдынан, содан бұлай етіп столбик без накида тоқимыз. Міне, бұлай. Сон бұлай. Мына тұрған петлялардан алмаймыз. Мына петлялардың арасында контур өзі жіптер бар. Сол екі ортадан бірақ артқы стенкасынан алатын боламыз, Мына крючогымызды арт жағынан алып келеміз. Сосын енді мына қасындағы петляның, мына петляның тесігі көніп тұр ғой, міне, осыған өткіземіз крючокты. Өткізіп тартып аламыз. Осылай осы қатардың барлығын айналдырып тоқып шығамыз. Міне. Осылай әрбір петляның тастамай, тап осылай етіп айналдыра тоқып шығамыз. Ешқандай қосымша петля қоспаймыз. Тек тұрған осы петля, алған петлялардың барлығын тоқып шығамыз. Арт жағынан аламыз крючоктың. Келесі петляның екеуінің ортасында жіпке іліп алып. Сосын қазір енді тоқу барысында бізде мына бірінші қатар, сол қатардан ары қарай тоқитын боламыз. Дәл осылай етіп, осы қатардың аяғынан тоқып шығыңыздар. Сіздермен соңында кездесетін боламын. Мінекей, мен ең соңына тағы да келіп жеттім. Міне соңғы столбикті аламын. Соңғы столбикті алдым. Енді мына тұрған бірінші столбикпен, соединительный столбикпен біріктірем. Мінде енді воздушный петля алып аламыз, петля подъема. Сосын ендігі қатарды полустолбик с накидымен айналдырып шығамыз. Яғни столбик, полустолбик с накидом деген накид кигіземіз крючоктың басына. Сосын бірінші тұрған петлядан бастап, осы 3 ілінген
жіпті бірге тоқимыз. Бұл полустолбик с накидом. Үшеуін бірге. Міне. Накид кигізіп аламыз. Күршіктің екінші тұрған көзін жаңа келесі тұрған ілмектен жіпті шығарып аламыз да үшеуін бірге қосып шығарамыз. Міне накид кигіздім. Петляны алып шығамын. Бір петляны үш петля тұр ғой, міне күршіктің басында үшеуін біріктіріп тоқимын. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Бұл бізде уже екінші қатар. Бұл екі қатар. Қазір біз келесі жаңа қатарға өткен кезде бұл қатарларды санамаймыз. Біз келесі қатарда енді балеткенің басын тоқимыз. Рельефный столбиктармен алды, арты деп мұндай рельефный столбиктармен тоқимыз. Резина ұқсап тоқылады. Ендігі мәселеде осы қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Тағы соңына келіп жеттім. Бұл қатарды да бітірдім. Енді соединительный столбикпен бір-бірін соңымен басын біріктіреміз былай. Енді келесі қатарға өту үшін тағы да воздушный петля аламыз. Енді тап осылай етіп арқасының барлығы бізде осындай полустолбик с накидом болады да. Мына басына жетер-жетпес кезінде тағы да кездесейік. Тағы да тап осылай етіп полустолбик с накидымен тоқимыз да. Қазір рельефный столбиктары басталатын жерінде кездесеміз. Яғни табанның ортасына дейін қазір тоқимын. Мына жерге дейін где-то. Сосын сіздермен кездесеміз. Қыздар, мен мына жерге келіп жеттім. Ортасына сәл жоғары қарай тоқисыздар. Сосын мына ең басындағы тұрған тесік бар ғой, содан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ші тесіктің бойынан тоқтаймыз. Осы жерде қазір рельефный столбик тоқып бастаймыз. Рельефный столбикті 24 қыламыз. 24 рельефный столбик қыламыз. Яғни мына жерден мына жерге дейін бізде 12 рельеф, содан кейін келесі жағында 12 рельефный столбик болу керек. Біз лицевой арасындағы рельефный столбикпен есептейтін боламыз қазір. Рельефный столбик с накидамен тоқылады. Накид алып аламыз. Сосын мына бірінші тұрған петля тұр ғой, міне соның ортасындағы жіптен, екі петляның ортасындағы жіптен өткіземіз. Бергі бетінен аламыз. Бергі бетінен күлчөкті өткізіп столбик с накидом тоқимыз. Бірінші рельефный лицевой. Енді екінші бізге изнаночный түрін алуымыз керек. Накидті кигізіп аламыз да, мына артқы жағынан аламыз. Мына крючогымызды артқы жағынан аламыз. Жіпті артқы жағынан өткізіп аламыз былай. Міне. Екінші рельефный столбик. Алдыңғы жағынан кезектестіреміз. Лицевой, изнаночный қылып кезектестіріп тоқимыз. Қазір ең жоғарысы барған кезде лицевой рельефный столбиктарды санаймын. Сана барысында жаңа айтып өткендей 24 лицевой столбиктар болу керек. Бұл не үшін керек біздерге? Қазір қысқарту барысында ровный болып қысқару үшін. Міне 4 лицевой болды. Ары қарай изнаночный рельефный столбик с накидом.
бір оң бір теріс, бір оң бір теріс алып осылай тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жетінші, 8-ші, ой 8-ші, кешірім сұрайым. Артқа бетіндегіні қосып санап жіберіппін. 9-ші, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ге, 9. 10-ші, 11-ші, енді соңғы 12-ші болады да, мен енді төменге қарай түскен кезде тағы да 12 лицевой бетке қарап тұрған столбик накидамды мына 8-ге дейін тоқып шығамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екеуін 8-ші мына тесіктің қасына дейін тоқып шығамыз. 23-ші лицевой рельефке келдім. Енді бір изнаночный рельефный столбикпен соңғы лицевой рельефный столбикпен мына жерді тоқтаймыз. Енді осыдан кейін қайтадан біз жаңағы өзіміздің полустолбик с накидамен жалғастырып кетеміз осы жерден. Полустолбик с накидамен кәдімгідей тоқимыз. Осылай жалғастырамыз. Осы қатарды осындай етіп тоқимыз. Тап осындай 7 қатар тоқимыз. Яғни мына тоқыған қазір рельефке келген кезде рельефті қалай жалғастыру керек екенін көрсетемін. Қазір мына осы жерден бастап мына рельефті қасына дейін тоқып шығайық өз еркімізбен. Сосын тағы рельефтің қасында кездесеміз. Ада рельефный столбиктің қасына келіп жеттім. Енді рельефный столбиктің ортасынан мына жаңағы тоқып кеткен столбиктің тағы ортасынан кіргіземіз. Столбик с накидом. Мына артқы изнаночный жағынан да ортасынан аламыз. Мына ортасында тұрау бізде, соның ортасынан кіргізіп аламыз. Ой. Мына жеріндегі емес, мына жеріндегі екі ортадан емес, мына тұрған біздің полный рельефтің ортасынан аламыз. Көріп тұрма? Ортасы белінен аламыз. Ой, кешірім сұрайым. Осылай орта бетінен алып тоқимыз. Рельефтердің артқы бөлігін артқы жағынан, беткі бөлігін беткі жағынан. Міне. Бізде осында әдемі рельефтер пайда болады. Біркелкі болу керек барлығы. Сол себепті барлығында белінен аламыз, қыздар. Міне. Осындай рельефтер пайда болу керек. Енді осы тап осылай біздерге бірінші қатарды есептемегенде 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қатар тоқуымыз керек қазір. Тап осылай, екінші қатар ой тоқып отырғанымыз.
Енді тағы осылай 5 қатар тоқығаннан кейін кездесеміз. Мінекей қыздар, мен мына рельефный қатардың 7 қатарын тоқып шықтым. Және 8-ші қатарды бастап, қайтадан мына рельефный қатардың қасына келдім. Қазір осы жерден біз убавка жасайтын боламыз. Мына балетканың басын ішке қарай былай келтіретін боламыз қазір. Бұлай, қазір убавка жасаған кезде бұлай қысқара беретін болады. Енді 8-ші қатардың бастап, дәл мына рельефке дейін тоқып келіңіздер. Сосын енді мына рельефтің тек қана мына алдыңғы бөлігінде тұрған рельефный столбиктерді қысқартамыз. Яғни накидті іліп аламыз. Мына рельефті мына 2 петляны бірге тоқып аламыз да, крючокке 2 петля қалдырып қоямыз. Тағы накид іліп аламыз. Келесі рельефный столбикке крючогымызбен жіпті іліп алып, екінші алғашқы 2 петлясын тоқып аламыз да. Енді біздің крючогымызда 3 петля болды. Осы 3 петляны біріктіріп тоқимыз. Бұлай. Келесінде тап солай. Накид іліп аламыз. Бірінші тұрған рельефный столбикті іліп алып, бұлай крючокпен 3 петляның алғашқы 2-ін тоқып аламыз да. Осылай 2 петляны қалдырып қойып, келесі тұрған рельефный столбигімізден накид кигізіп, жіпті өткізіп, алғашқы 2 петлясын тоқып аламыз. Осы кезде бізде крючогымызде 3 петля қалады. Осы 3 петляны біріктіріп тоқимыз. Екінші убавка. Келесі убавканы жасаймыз. Тап солай қайталаймыз. Яғни бізде қазір 12 рельефный столбик болады передний. Үшінші убавка. Төртінші убавка. Тек қана алдыңғы осы рельефный столбиктарды ғана қысқартамыз, басқа жерін қозғамаймыз. Төртінші убавка. Мына жіптің мөлшері осындай қалды. Яғни өзі целый осы жіп бір пар аяқ киімге жетеді. Ешқандай көп артық жіп қалмайды. 5-ші убавка. 6-ші убавка. 7-ші убавканы жасаймыз. Міне 3 петляны тағы біріктіріп тоқимыз. Накид кигізіп аламыз. Алғашқы 2 петлясын тоқимыз да, келесі тағы накид кигізіп, келесі мына столбик, рельефный столбикті тоқып алып, тағы 2 петлясын біріктіріп, кейін 3 петля қалады. Крючогымызде осы 3-ін біріктіріп тоқимыз. Тап осылай етіп, сіздер де қысқартып шығасыздар. 12 рельефный столбик болады. Барлығы тек алға қарап тұрады. Артқы рельефный столбикті қозғамаймыз. Соңғысы соңғы передний рельефный столбикті тоқыдым. Міне уже қысқарып, мына жері бөліп келе жатыр. Жаңа бізде барлығы дүп-түзу болды.
ешқандай бөгілмесі жоқ болып тұрған. Енді міне сәл былай қысқарып жиналып келе жатыр. Ары қарай полустолбик с накидом тоқи береміз. Аяғына дейін полустолбик с накидыммен осы қатарды бітіріп, қазір осы қатарды бітіріп, мына жерге дейін, сосын келесі қатарды бастап, тағы рельефный столбиктің қасына келгенде кездесеміз. Міне мына қатарды бастап тоқып шықтым. Тағы да рельефный столбиктерге келіп жеттім. Енді мына біз алдыңғы қатарда қысқарту жүргенде, енді бұл қатарда қысқартпаймыз. Тағы да лицевой рельефный столбиктер жасайтын боламыз. Бұл жерде мұқият болу керек. Мына жерде екі мынандай тесік пайда болады, соны төменгі жағынан тоқимыз. Яғни жоғарысынан емес, егер жоғарысынан былай алатын болсаңыздар, онда мына арасы үлкен тесік болып қалады. Әдемі емес көрініп қалады да. Сол себепті мына екінші тұрған, яғни мына рельефный столбиктің белінен екеуін бірге алып, бір столбик с накидом тоқимыз. Біреу, тым өзгертпейміз бұл жерде. Бұл қатарда өзгертіп қысқартпаймыз. Бұл рельефный қатардың 9-шысы. Жалпы, яғни ең бірінші қатарды санамай өтеміз. Қалған рельефный қатарлардың 9-шы қатар тоқып отырмыз. Міне, тағы да накид іліп аламын. Мынау емес, қыздар, мына тесік арқылы тоқып қоймайық. Екінші тұрған белдемшесі, белі арқылы рельефный столбигімізді қысқарған белінен аламыз. Бұлай. Бесе тесік болып, жаман болып көрініп тұрады. Осылай етіп, осы қатарды өзгеріссіз, қысқартусыз тоқып шығамыз. Оныншы қатарға келдік. Міне, қазір ендігі жерде бір қатар тоқимыз, сонымен біз балетканы тоқуды аяқтаймыз. Бұл жерде тағы да бір қысқарту жүреміз. Яғни рельефный, бізде қайтадан рельефный өрнегіміз шығу керек. Тап манағыдай. Мына алдыңғы жасап өткен рельефный столбик с накидыммен екеуін бұлай етіп қысқартамыз. Екі рельефный столбикті бірге. Біреу, екіншісі. Міне. Тап алдыңғы қысқартқандағыдай екі столбикті жартылай тоқып аламыз да, 3 петляны біріктіріп қосамыз. Мына кетіліп аламыз. Мына тұрған столбиктің белінен крючокты іліп алып, 2 петляны тоқимыз. Крючогымызда тағы 2 петля алады. Бұны тоқымаймыз. Келесі накид кигізіп аламыз. Мына тұрған столбик, рельефный столбикке крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарып, мына басында тұрған 2 петляны біріктіріп тоқимыз. Сосын бізде мына крючогымызда 3 петля қалады. Осы үшеуін біріктіріп тоқимыз. Осылай осы рельефный қатарды тоқып, аяғына дейін столбик, полустолбик с накидымен тоқимыз да, мына жерге дейін тоқимыз. Келесі рядта столбик без накидымен тоқып,
Сосын соңғы рядты қазір жабуды көрсетемін сіздерге. Осы қатарды тағы осылай етіп тоқып, осы рядтың соңында кездесеміз қазір сіздермен. Міне соңғы лицевой рельефный столбикті тоқып қысқартып болдым. Міне мынандай болып, мына сияқты болып өзгеру керек. Келесі бұл столбик с накидымды осы қатар бойы тоқып шығамын. Бізде бұл 11-ші қатар, рельефный столбиктің қатарында. Егер қатардан жаңылып кетіп жатсаңыздар, қатарларыңызды санап отырасыздар. Яғни бірінші қатарды санамаймыз. 1 қатар, 2 қатар, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шы қатар екен, кешірім сұраймын, 10-шы қатар. Мына бірінші қатарын қосқанда 11-ші қатар е. Негізі рельефный столбиктен, рельефный жаңағы біздің столбиктерімізден санағанда 10-шы қатар. Қазір 11-ші қатармен столбик без накидамен тоқимызды. Соединительный столбикпен шетін әсемдеп шығамыз. Яғни шет жағы тік тұру үшін, және де кішкене біздің балеткемізді нықтыру үшін кішкене қысқартуды көрсетем. Мына қатардың соңына дейін мына жерге тоқып шығыңыздар. Міне қатардың соңына келдім. Енді жаңағы соңғы қатарды тоқпаймыз. Бір петля подъеманы аламыз да, кәдімгі столбик без накида тоқимыз. Яғни столбиктерді қарапайым столбик тоқимыз, е? Накид ештеме кигізбейміз. Тек осыны айналдырып, ешқандай көз қосып немесе алмай, осылай шетін тоқып шығамыз. Және тағы бір қатар бар осыдан кейін. Сонымен біздің балеткамыз толықтай бітеді. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Міне қыздар, мен жаңағы столбик без накида қатарын тоқып шықтым. Енді мына жерден соединительный столбикпен, мынадан ешқандай петля подъема көтермейміз. Енді мына әрбір біздің петлямыздың төменгі жағынан кіргізіп, соединительный столбиктерді бұлай етіп қосшап шығамыз осыны. Тек қана соединительный столбикпен қатты тартып қоймаңыздар. Өте қатты, не өте жаңағы бос болмасын. Осы тұрған алынған столбиктердің ортасындағыдай, столбикпен екі столбиктің арасындағыдай болу керек. Қатты тартып қойсақ, біздің балеткамыз бүйтіп жымайып, бүгірейіп қалады. Және киген кезде де қысып тұру мүмкін. Біз бұлай жасаған кезде балетка аяқтан түсіп қалмайтындай етіп, жақсы және әдемі тұру үшін осылай жасаймыз. Егер де мындай қосшымасақ, мына шетіміз бүйраланып, бұлай қарай әдемі болмай көрінбей қалады, және де созылуға бейім болады. Сол үшін мына шетін осылай қошап шығамыз. Мұқият әдемі қылып барлығын бір келкі қылып тоқысақ, өте әдемі болып шығады. Қатардың соңына дейін бірде бір столбиктің қалдырмай
осы соединительный столбикпен тоқып шығыңыздар. Мінекей қыздар, мен толықтай бітірдім. Шетін бәрін қоршап шықтым. Енді жібімді қиямын. Енді мына біздің соңғы жібімізді дұрыстап отырып, түйіндеп, жібімізді жасыратын боламыз. Жібімізді жасырамыз. Бұл жерден түйіншектеп, жіптің соңын білдірмей, біздің тоқымамыздың арасына жібереміз. Тағы бір-екі жерден түйіндеуге болады. Егерде жаңа ашылып кетеді деп қорықсаңыздар, осылай көрінбейтін етіп жасырып, жіпті арғай бітіп жасырып, ар жағынан жіберіп, ар жағынан, бер жағынан көрінбейтін етіп жасырып, соңын күйдіріп, клеймен жабыстырып қойса болады. Міндетті түрде соңын мықтап отырып жабу керек. Жіп мына шығып, сүйкімсіз болып қалмас үшін. Деп әркім өзінің балеткасының жібін жасырып шықсын. Сіздермен бірге екінші балетканың парасын тоқып шықтым. Сіздерде дәл осылай осы техникамен екінші сыңарын тоқып шығыңыздар. Мынаны мен қазір арасын бүйтіп ашып жіберіп, осы жерден тағы бір түйін жасаймын да, сәл кішкене күйдіріп, клеймен жабыстырып қоямын. Арасынан ашылып шығып кетпес үшін. Бұл домашний тапочкаларды жуа беруге болады стиральный машинада. Дұрыстап жабыстыратын боламын. Міне, екі сыңары да тоқылып бітті менде. Мінекей. Әдемілеп, енді мына тоқылған дүние болғасын. Былай мыжыла береді. Фотоға түсірген кезде әдемілеп түсіреміз. Сосын мынандай арнайы балетканың брошкалары болады, липучкада жабысатын. Немесе өткен сабақта өткендей, мынандай гүл тоқып қадауларыңызға болады, былай етіп. Немесе мынандай да арнайы сатады. Фурнитура дүкендерінде тоқуға арналған. Осылай етіп жасап қоюларыңызға болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да әртүрлі мастер-класстар салатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.